Айдананың қуыршағы. 7 бөлім. Айдана қуыршақтың баласын іздеуге әкесін қалай көндіру керек екенін ойлап жатып, ұйықтап кетті. Түн ортасында оны әкесі оятты. «Қызым, қуыршақтың баласын іздемейміз бе?» деді. Айдана қуанып кетті. Орнынан атып тұрып, мойнына асыла кетті. Әйнек ішіндегі қуыршағына қарап еді, ол тым-тырыс жатыр екен. Шамасы қатты ұйықтап кеткен-ау. Ішінен, «Қуыршағымның баласын іздейікші деп, әкеме қашан айтып едім?» деп ойлады. Екеуі үйден шыққанда, есік алды жайқалған теңіз екен. «Соңымнан қалма!» деген әкесі бірден шолп етіп теңізге сүңгіп кетті. Айдана сәл жүрексініп тұрды да, «Әке!» деп соңынан сүңгіді. Емін-еркін, оп-оңай балықша жүзіп келеді. Өз-өзіне таң қалып, айналасына бағдарлай қарады. Ал әкесі анадай жерде аяқтарын балықтың құйрығындай, қолдарын қанатындай қозғап, еркін жүзіп барады. Айдана да қалыспады. Кенет әкесі «Тоқта» дегендей, артына бұрылмай қолмен белгі берді. Айдана кілт тоқтады. Міне қызық. Қараса, мұның қуыршағы жан ұшыра айғайлап, су үшін жаңғырықтырып жатыр екен. Ал баласы шынымен де алып екен. Оны бір қылдырықтай жіп су бетіне тартып барады. Аузында салбыраған бірдеңе бар. Бұлар жылдам жүзіп, қуыршағын жанай өтті. Айдананы көрген қуыршақ, «Айдана, баламды құтқаршы!» деп айғайлайды. «Менің әкем құтқарады!» деп айтты да жүзе жөнелді. Әкесі алып катердің ернеуінен, ал Айдана әкесінің аяғынан ұстап үлгергенде, катер дырылдап, күшті жылдамдықпен жүзе жөнелді. Катер жағаға тоқтады да, үстіндегі бірнеше адам бойы Айдананың белінен келетін қуыршақтың алып баласын мықшыңдап, әрең көтеріп алып кетті. Айдана мен әкесі бұқпантайлап соңдарынан қалмады. Бір оңаша жер тауып отыра қалып, әлгі адамдардың іс-қимылдарын бақылады. «Тыныш отыр, қызым, дыбысыңды шығарма», деді әкесі. «Әке, отырсам, ана адамдардың не істеп жатқан көре алмаймын», деді бұл. «Отыр, олардың не істеп жатқан мен айтып отырамын. Сенің қуыршағыңның баласы бір адамның қолын тас қылып тістеп алыпты. Жағы қарысып қалған ба, 3-4 адамның әрі-бері татқыштағанына жібермеді. Ол адамның өзі бірінші менің қуыршағымның баласына бас салған», деді Айдана жақтаса сөйлеп. «Әне, бір адам қайыққа қарай жүгіріп кетті». «Ол неге жүгіріп кетті, әке?» «Білмеймін, балам, бір сориған темір алып шықты. Қуыршақтың баласының аузын сол темірмен ашпақшау шамасы», дегені сол еді. «Жоқ!» деп айғай салды. «Аузына темір тықса, қуыршақтың баласы өліп қалады». Әкесі қызының аузын баса қойды. «Қой, қызым, бұлай айғайласаң, қуыршақтың баласын қалай құтқарамыз?» Әкесі Айданаға түсіндіріп жатқанда, жағадағы адамдар қуыршақтың баласының аузына жуан темір тығып, айыра ашып жіберген еді. Әкесі еш араша тұра алмай қалды да, бұл жағдайды қызына көрсеткісі келмей, бауырына баса қойды. Қолы босаған адам сылқ ете қалды. Ол талып қалды ма, әлде суға тұншығып баяғыдағы өліп кетті ме, ол жағын ойлап жатқан адам болмады. Бәрі аңтарыла, ішіне түсіп кетердей, қуыршақтың алып баласына үңіле қалды. Аяқ асты бірі аспанға секіре қуанса, бірі тізерлей отыра қалып үңілді. Бірі қолын шапалақтап, кеудесін қағып-қағып, «Мен мықтымын» дегендей белгі білдірді. Не керек, қаумалай қалған 3 адам аяқ асты бақытты бола қалды. Оларды соншама бақытты еткен не нәрсе?
Оны Айдананың әкесі түсіне алар емес. 7 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.